Қала көшелерінде сыпырғы ұстап, қоқыс жинаған, күрек ұстап қар күреген жұмысшылардың дені орта жастан асқан адамдар. Көпшілігіміз осы қала тазалығына жауапты жандардың жұмысы қандай ауыр екеніне мән бере бермейміз. Шындығында олар ауа райының қолайсыздығына қарамастан таңның атысы, күннің батысы жұмыс істейді. Бейнетті бала күннен біліп өскен, қашанда жетім жесірге қайырымдылық жасайтын Гүлсара Суасқызы еңбек адамдарына тегін ыстық тамақ таратты. Қайырымдылық жасауға кетіп барасыз ғой, негізі, қай жерге жұмысшыларға? Міндетті түрде болған, солай болып тұр ғой негізі. Енді биыл қыс қатты болды. Қыс өте қатты болды. Енді бұл қайталанбас деген ниетпенен қазақша ырымдап, қоқыс тазалайтын қызметкер жұмыс істейтін адамдарымызға өте ауыр болды да. Қыстың өзінде түннің ортасынан қарды күреп, жұмыс күні ертеңгі 9-дан басталады, ертеңнен басталады демей, түніменен қарларын күреп, көшеміз жалтылдап тұрды ғой. Олардың еңбектері адал еңбек. Имандылық жолында жүрген Гүлсара ханым түрлі алаяқтардың арбауына түссе де сабырлық танытып, көптеген жанға жәрдем беріп жүр. Бүгінгі шараны нағыз еңбек адамдарының жұмысына алғыс ретінде ұйымдастырыпты. Сонымен қоса, осы игілікті іс арқылы тұрғындарды қала тазалығын сақтауға шақырмақ. Әрі дәрігер бұл кісі, әрі халық емшісі, әрі ұлт жанашыры. Қай жерде болмасын тұрсы көзін салып, өзіне жүрегіне ұнаған, көңіліне шабыттырген жерлерде өлең жазады. Қар қалың жауды, сол себепте қалада шынында да сіздер болмасаңыздар, қалың қардың арасында не болушы еді өміріміз. Сондықтан сіздердің еңбектеріңізді бүгінгі күні бағалап, ерекше көңіл бөліп, өлең жазып, кешеден 2-3 күн болды осы дәмді тамақтарын әзірлеп, сіздерге арнайы сол ниетін осы тағамдары арқылы, өлеңдері арқылы сіздерге шабыт берсін, келесі жолда бұдан да керемет жұмыс істесін, үкімет тарапынан сіздерге зейнетақы болсын, жәрдемақы болсын, еңбекақы болсын, көбейсе екен деген бұл кісінің аналық өзінің шынайы жүрегінен шыққан сіздерге бүгін осы дастархан арқылы сіздерге көрсетіп жатыр. Биылғы жыл өзінше бір ерекше жыл болып жатыр ғой. Біздің түпкі төзімділігіміз бен шыдамдылығымызда жоғары жақтар елесін деп кішкене ешқашан басқа ұлттарды бөлмей іші бауырымызға тығып, арамызға салып, ішіміздегі уайымымызбен шыққан өлең тақпақтар еді, жырым еді, соны айтайын. Көсем көргенін істейді, көсе түрткенін істейді. Бізде орыстар туысқанында емес, өз үйінде жүргендей жүреді. Жүргенде аяғымен жүрмейді, қазақша шүлдірлеп аузымен жүреді. Жегені алдында, жемегені артында, сөз бостандығы аузында. Бірақ кемітіп сөйлейтінін әлі қойған жоқ. Мемлекеттік тілге басын бұрғаны бар. Тоқшектей тойғаны бар, аяқтарын баппен басады, қарнын алға тартады, ақсазандай толықсып, керден қаға жүреді. Демократия долдана алға шықса, әлі қазақ қиналуда, тай-тай басқандай тұрамыз туралуда. Қиналыспен зорға кеуде қағуда, жау өтінде тұрған оңай емес, басқалардың қастығын көтер алмай, сасқанынан соғыс ашқан емес. Бәрі ақылмен келе жатыр, жатырда жатыр. Әлі шыққан емес. Түбінде төңкеріс тіріледі, жауын жеңіп алға жетелейді. Өтте тұрған қазақтарда нелерің бар? Мысқыл келіп шаншылады, өз жөніңді жөндеп ал деп, шындық қатты шырылдайды. Ұлы дала ел анасы.
Тамириз ханшайымы және Фатима ана ордендерімен жүздеген марапаттардың иегері. Болашақта үлкен емхана ашуды жоспарлап қойған. Қазір бір өзі сырқат жандарға жеке меншік көлігімен жедел жәрдем көрсетуде. Өзім сіздерді өте жақсы көремін. Сіздер болмасаңыз біздің қаламыз міндетті түрде баяғыда қоқысқа айланып келетін еді. Сол себептен мен сіздерге бүкіл қала адамдарының ретінде қонақтарының аттарынан осындай тазалықты ұстап, жоғары бізді көтеріп, бәрін білдіртпей тәртіпті ұстап, соның бәрін елеп жүргендеріңізге ризашылығымды өзімнің шын жүрегіммен білдіргейін келеді. Мына өлең шумақтары осылай шықты, қалай болса да енді шын жүректен шыққан табыл алсам деп тілеймін сіздерден. Ағыл тегіл келеді байлық елімізге, егістік толады сайлық жерімізге. Ат тонын ала қашат жауымыз да коронавируспен қоштасамыз осы кезде. Қоқыс бізге керек емес, суық әр адамға тең емес. Қар күрелген күндіз түні тап-таза қала көшесі. Мұндай суық қайта-қайта келе бермес. Денсаулыққа сол қатал қарап, қала адамы жүре бермек. Құдай берсін тазалық, сапса болсын адамзат. Алматым әлі өзгереді, көше керемет безендіріледі. Тазалық, денсаулық кепілі, бұның бәрі бәрімізге белгілі. Келеді наурыз әлі алда, қала бөленеді әсемдікке. Көркейеді көшесі әсерлене, тазалықтың нышанын көтеріле. Бұның бәрін еңбектен, тазалық пен тәртіптен шыққан жырым еді сіздерге. Қуанышта кенеліп жүріңіздер, істеріңіз алға баса берсін. Бақтарыңыз Алладан бақ келіп, бастарыңызға қонсын. Ұлттық киім үлгілерін насихаттап, халықтың қошеметіне бөленген қоғам қайраткері Гүлсара Суазқызының бүгінгі қайырымдылығына қарапайым жандар өз ризашылықтарын білдіреді. Құран оқытылған күндеріңіз берік болсын, құлаға қараған қақбеттеріңізден Құдай айырмасын, бақшаңыздарға бақ толсын, бастарыңызға бақ келсін, мойындарыңыз жуан болып, денсаулықтарыңыз байлықтан көтере алмай, дұшпандарыңыз табандарыңыздың астына түсе берсін. Қыздың 40 жаны бар деп, 40 жандарыңыз ешқашан тоқтамай, одан ары қарай үлесіп көтеріліп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елімізге тоқшылық келсін, бәрімізге тыныштық келсін. Арамызда жүрген адамдардың барлығы қайткен күнде де барлықтарының бала-шағамыз аман болып, олардың дегендері орналасып, Алматы қаламыз, сүйікті қаламыз Алматы көркейе берсін. Аумин.